және сіздермен Айнұр. Мен сіздерге бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын печеньенің рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа сары майымызды құямыз, ерітілген сары маймен де. Енді оның үстіне қант қосып миксермен жақсылап араластырасыздар. Яғни араластырып болдық. Енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Және жақсылап миксермен араластырасыздар. Араластырып болдық. Енді қопсытқышты ұнға араластырып барып қосамыз. Мен ұнды електен өткізіп алдым. Жақсылап араластырамыз. Міне осылай. Бір-бірімен толықтай араласу қажет. Қопсытқыш пен ұн жақсылап араластырасыздар. Және біздің жұмыртқалы массамызға шамамен 1-2 бөлікке немесе 2-3 бөлікке бөліп саласыздар. Бірден салып жіберуге болмайды. Ұнды салып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығу қажет. Енді біз салмасына мен шоколад қосамын. Шоколадты үккіштен өткізіп ұсақтап алдым. Егер қаласаңыздар жаңғақ немесе изюм қосуға болады. Өз қалауыңызша, егер қаламасаңыз, егер шоколад қоспауға да болады. Ал мен бүгін шоколад қосатын боламын. Шоколад қосып, міне жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Мен араластырдым. Болдым. Енді осындай кондитерлі қапшыққа, яғни мешокқа салып печеньені жасауға болады. Немесе кәдімгі қарапайым салафанның көмегімен де салуға болады. Егер сізде осындай мешок болмаса, онда қарапайым салафанды алсаңыздар болады. Мен міне салдым. Осындай менде шықты. Осылай. Енді біз оның ұшын кесетін боламыз. Осылай ұшын кесеміз. Енді біз құямыз. Табамызға құятын боламыз.
міне құйып болдым. Енді шамамен 170-180 градуста шамамен 10-15 минутта пісіріп аламыз. Мен пеште шамамен 10 минутта пісіріп алдым. Әдемі болып шықты, қарасаңыздар. Мейрамдарға, туған күндерге жасасаңыздар, дастарханның керемет сәнін келтіреді, әрі үйлесімін табады. Мен сіздерге көрсетейін. Қарасаңыздар, сырты қытырлақ болғанымен, іші жұмсақ болады. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Төменге мен описанияға бұл печеньенің құрамындағы заттарды жазып қоямын, және де Инстаграм парақшамда да жазып қоямын. Сіздер тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.